Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін пеште піскен тауық еті мен картошка осы рецептпен дайындасаңыз өте дәмді шығады. Алдымен маринадтаймыз. Тауық аяқтарын осылай кесіп алдым, өйткені соус тез әрі жақсы сіңу үшін. Дәміне қарай тұз, кетчуптың орнына томат қолдансаңыздар болады, және майонез. Сарымсақты осылай пресстен өткізіп қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш және қызыл бұрыш қосамыз. Барлығын қосып болған соң, тауық етіне толық сіңгенше жақсылап араластырамыз. Келесі картошка мен сәбізді орташа көлемде турап, дәміне қарай тұз, қара қызыл бұрыш, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсы сіңіп дәмді болу үшін екеуін де бетін жауып 40 минутқа қалдырамыз. 40 минут өткеннен кейін пешке салатын ыдысымыздың астын майлап, алдымен тауық аяқтарын салып шығамыз. Картошка мен сәбізді ашық тұрған жерлерге салып шығамыз. Ыдыстың түбінде қалған суы мен соусын құйып, щеткамен жағып шығамыз. Және де ең соңында туралған қызанақтарды саламыз. Міндетті түрде дәл осылай фольгамен бетін жабамыз, өйткені еттің де, картошканың да арасы толық пісу үшін. Және шпажкамен фольганың оншақты жерін ауа кіріп тұру үшін тесіп шығамыз. Менде қызып тұрған 190 градустағы печкада 1 сағат 10 минутта пісті. Сіз де печкаңыздың ыңғайына қарап пісіресіз. Осылай соусы қайнағаннан кейін бетіндегі фольгасын алып тастайсыз. Печканың аузын жиі ашпауға тырысыңыз, қызуы шығып кетпеу үшін. Қызуы шығып кеткен жағдайда пісуі қиындайды. Дәл осылай бізге қызарып піскені ұнайды, сулы және өте дәмді болып шыққан. Сіздер де дайындап көріңіздер. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Лайк басуды ұмытпаңыздар.